Ассалаумағалейкум, қалдарыңыз қалай? Бүгін сәуірдің 4-і. Осындай бұқаларымыз бар. Былтырғы бұзаулар қазір уже 1 жасар болды. 40 бас сатылады, мощный бұқалар. Ішінде осындайдан 4-5 майдасы бар, қалғаны стандарт біркелкі. Бағасын келсеміз, жібереміз. Бұқалардың денсаулығы жақсы. Шөп жесі, су ішуі, күйлері бәрі жақсы. Осындай міне бұқалар бар. Бұның күйлері өте жақсы. Ең кішкентай бұқаны сойдық алдында. Ең кішкентайын 148 килограмм шығарды. 148. Қазір бізде 3200 ба, сондай ғой еттің бағасы. Сіздерде қандай екен білмеймін. Бізде Павлодар облысы қазір. Сондай баға болып тұр. 40 бас. Ішінде породалар. Сементал ақ бас. Шаталары ғой. Араласқан. Көбісі ақ бас енді. Пішілмеген бәрі. Бұқа. Алам дегендер комментарияға жазсын. Өмерін берем. Келсеміз. Ауыр сұрқаудан аман. Денсаулықтан жақсы. Ішінде осындай өте майдасы болған, кішкентай. Қандай олар шығарып жатық. Бір уақыт жемін жеп тұр. Суы алдында да. Біз шөпті осылай саламыз. Павлодар облысында астына саламыз да. Уже салып көтеріп уже заборға жетейін деп қалуға. Осылай сала береміз. Астына көтеріне береді, асты көтеріне тазаламаймыз. Көктемде бірақ тазалаймыз сосын трактормен. Породалары өте жақсы. Бұндар. Алам десеңіздер, хабарласыңыздар. Мына жағын сүріп жүрейін. Şimdi осындай уже күлде бар, көбісі сементал ақ бас. Павлодар облысында тұр. Бағасы 460 мыңнан саудасы бар. Бәрін алам десеңіздер, хабарласыңыздар. Көктемге жіберуге немесе аткорымға қоюға өте жақсы. Көктемге жіберсеңіздер жайлауға. Күзге дейін уже 2 жасар болып келеді ғой бұлар. 1,5-2 жасар. Қазір аткорымға қойсаңыздар да болады. Бұқалар жақсы. Еттің несі ғой. Еттің породасы. Жақсы, аман болыңыздар.